Сәлеметсіз бе? Менің есімім Назерке Шорахан. Егер сіз күйеуіңізбен онша емес болып жүрсеңіз, арақатынасын суып кетсе, тіпті измена жасаса, осы видеоны соңына дейін қарасаңыздар. Былай қарап тұрсаң, өте қатты обидно. Не үшін арақатынас суып кетті? Себебі ешқандай қыз баласы тұрмысқа шығатын кезде мен бақытсыз боламын, ұрсамын және де измена көремін деп шықпайды. Келісесіз деп ойлаймын. Бірақ уақыт өте келе әртүрлі ситуациялар болады. Енді қараңыз. Бірінші не істеу керек? Ең бірінші орында қазіргі заманда ақпараттар, зерттеулер өте көп. Егер де әрбір әйел еркектің миын, оның қажеттілігін барлығын білетін болса, мына еркек адамға қалай ақпаратты жеткізу керектігін және де қалай айтқанын жасату керектігін әлдеқашан білетін еді. Және өзінде зерттеу өте маңызды. Себебі әйелдерде цикл болады, яғни түрлі фаза болады. Соның барлығын әйел білетін болса, өзінің эмоциясымен, гормондарымен басқара алады. Себебі көбінесе байқайсыздар ма, іштегі ренішті, өкпені жібермеген сайын ұрыс жанжал шыға береді. Былай қарасаң, сізді ренжіткен адамдарды сіз не үшін кешіру керексіз деп ойлайсыз ғой? Себебі олар келіп кешірім сұрау керек қой деп. Бірақ олар кешірім сұрамайды. Күйеуіңіз болсын, ата-ене болсын, басқа біреу болсын, ханымдар, сіздерден кешірім сұрамайды. Дәл солай сіз ұзақ жылдар бойы жүріп қаласыз. Сұрасын менен кешірім деп. Ал өкпе реніш ол қатая берген сайын сіздің жолыңызды просто жабады. Себебі мүмкіндік бермейді алға қарай жылжуға, өзіңізді дамытуға, үлкен-үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік бермейді. Дәл осылай. Сіз ішіңіздегіні босатқан сайын, сіз жеңілдейсіз, сізде энергия көтеріледі. Дәл солай жолдасыңыз да артыңыздан жүгіретін болады. Байқайсыздар ма? Көбінесе әйел адамдар өзіне қарап бастаған кезде жолдасы жүгіріп бастайды ғой, вот осыдан басталады. Яғни өзіңіздің ішіңіздегі бүкіл керек емес дүниені босатудан. Іштегі ренішті, өкпені қалай жіберуге болады? Бірінші, жазу арқылы бүкіл ренішіңіздің барлығын жазасыз және де жыртып өртеп тастайсыз. Одан кейін барып бос үстел, яғни бос үстелде немесе диванда маңызды емес, просто қазір алдыңызда тұрған сияқты елестетесіз де соған айтасыз ренішіңіздің барлығын. Себебі өмірде айтатын болсаңыз ұрсып қаласыз ғой ренішіңіздің барлығын. Просто солай елестету бар. Және де басқа да өте көп техникалар бар. Егер керек болатын болса, ханымдар, мен сіздерді 5 күндік сабаққа шақырамын. 5 күндік сабақта мен сіздерге түсіндірем ер адамның миын, оның не қалайды, ол қандай болады, және де не үшін арақатынастарын суып кетеді, қандай уақытта измена пайда болады, соның барлығын мен сіздерге түсіндірем. Және ары қарай өзіңізді алып шығуға көмектесетін боламын. Бар жоғы құны 5000 теңге ғана. Рет бар. 5 күндік сабақ бетпе-бет болады, және де әртүрлі техника, практикалар беріледі. Соның барлығын жасайтын боласыз. Ең бастысы жолдасыңыздың қандай адам екенін, қалай ойланады, соның барлығын түсінесіз. Отношения не үшін суып кетеді, соны да түсінетін боласыз. Не үшін измена болады, және ары қарай қалай өзіңізді алып шығасыз, қалай барлығын реттейсіз. Соның барлығын осы сабақта түсініп шығатын боласыз. Ханымдар, бар жоғы 5000 теңге. Оплата қалай төлеу керектігі менде стористе тұр. Солай сіздер жақын арада болатын осы 5 күндік сабаққа қатыса аласыздар, яғни измена отношения сабағына. Сіздерді күтем, ханымдар. Себебі қазіргі дамыған заманда өзіңді дамыту өте маңызды. Әйтпесе настроение жоқ, депрессия бұл бір орында отырып қалуыңыз өте ықтимал. Себебі адам жақсы дүниеге ұмтылған сайын өзін өзгертеді. А когда бір орында отырады, естественно, жылап депрессия болады. Ал жылаған кезде ер адам түсіне ма? Дым да түсінбейді. Сол үшін де өздеріңізбен жұмыс жасауға шақырамын. Бар жоғы 5000 теңге ғана.